Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Салтанат. Бүгін сіздермен осындай панда шапкасын тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін менің пайдаланған жібім Alize Softy 50 грамда 115 метр. Және де Alize Lanagold қара жібі сантиметрлік лента. Крючок менде номері 3. Мынандай тампон жасайтын құралдар. Мына жерде 5 сантиметр дейді. Және де 7 сантиметр дейді. Тоқу барысында көрсететін боламын, қайсысын пайдаланғанымды. Құлағының орнында бізде помпон болады. Және де міне тұмсығына біз осындай холофайбер, болмаса синтепон, болмаса мақта. Қандай зат бар? Сәл кішкентай ғана бір уыс мынандай кішкентай жетеді. Ине жіп қара және ақ. Шатасып кетпес үшін белгілеп қоятын маркер керек бізге. Маркерлер бірнеше дана маркер керек. Қайшы керек. Софтимен тоқығанда, софти жібімен тоқысам, білесіздер, мына жерде мамықтары бар, я, бұл жерден қатты көрінбейді екен. Сондықтан мынандай ақ иран жібін екі қабаттап үлгі ретінде сіздерге тоқып көрсететін болам. Видеода әрбір көшесі, әрбір бағаны анық көріну үшін осы жіппен тоқимын. Сіздер менің осы видеома қарап Alize Softy'ді пайдаланып тоқуларыңызға болады. Сонда Alize Softy'мен тоқсаңыздар, нағыз панда шапкасы шығады. Мендегі расчет, мендегі окружность головы дейді, баланың басының орамы, өлшемі 48 сантиметр. Бізге бұны тоқмас бұрын донышкасын, мына ең төбесін қанша тоқу керекпіз, соны шығарып алу керекпіз. Оны шығару үшін мына 48-ді пи дейді ғой, 3,14 бөлеміз, шыққаны 15,3. Осы 15,3-ден 1,15-ді аламыз. Сонда бізде 13,8 шығады. Оннан 8 шығады. Оны біз жақындатып алғанда 14 сантиметр қып аламыз. Енді осының тереңдігін шығару керекпіз. Тереңдігін шығару үшін осы 48 сантиметрді 3-ке бөлеміз, 16 сантиметр шықты. Болмаса арнайы кесте болады. Сол кестеге қарапта тоқуларыңызға болады. Мен енді осылай шығардым. Арнайы кестелер бар интернет желісінде, соларды қарауларыңызға болады. Ол жерде обхват головы қанша болса, донышкасы қанша болу керек, және де жасы баланың жазып тұрады. Мен бұл жерде жасын нақты айтпаймын, өйткені әр баланың бас өлшемі әртүрлі. Тура сол интернетте айтылғандай жас мөлшеріне келмей қалып жатады кейде. Сондықтан сіздер егерде өздеріңіз осындай расчет жасай алсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады деген ойдамын. Мысалға 48 емес 50 болса, соны осы санға ылғи да бөліп отырасыздар. Сонда осы жер шығады. Осы шыққан саннан әрқашанда минус 1,15-ді алып отырсаңыздар, міне сонда донышкасының размері шығады. Тереңдігінде осы бастапқы цифрдан, например, окружность головы деп тұр ғой, сол цифрдан цифрды 3-ке бөлсеңіздер, сонда тереңдігі де шығады. Глубинасы дейді ғой, шығады. Осыны интернет желісіндегі сантиметрлермен келістіріп қарап, көріп жасауларыңызға болады. Ал енді бастайық тоқымамызды. Бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Иран жібін 2 қабаттаймын. Және осы үшінші номерлі
крючокпен тоқитын боламын. Ал бастайық. Бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін міне ораймыз, қараңыздар. Бұлай ораймын қолыма. Міне мына жақта, міне мына жіп. Ал мынау оң қолыма ұстап отырғаным, бұл бізде жұмыс жібі. Осыны орап, жұмыс жіпті ары қарай қоямыз, міне. Енді мына бірінші тұрған астынан өткізіп, мына жіпті крючогымызға іліп аламыз. Сонда міне бізде осындай шеңбер пайда болады, Осы жерде міне біреу, бір көші жоғары көтердік, екеу жоғары көтердік. Енді орам жасаймыз да, мына шеңбердің ортасынан кіріп, осылайынан жібімізді алып шығамыз. Бұл деген бізде бір орамды баған. Осындай бір орамды бағаннан біз 12 баған тоқу керек боламыз. Мына бізде міне үшінші баған болып саналады. Біз бұл жерде ең бірінші көтерген екі көшені де бағанға санаймыз. Бір баған, екі баған, үш баған. Төртінші баған. Бесінші баған. Алтыншы баған. Жетінші баған. Сегізінші баған. Тоғызыншы. Оныншы баған. 11-ші баған. Міне соңғы 12-ші баған. Бізде қалай болады міне? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 болыпты міне. Енді мына ортадағы жіпті қаттырақ тартамыз. Қатты тарттық, мына жерде ортасында. Қараңыздар, осылай тарттық. Alize Softy жібімен жұмыс жасағанда қатты тартуды байқап тартыңыздар. Иран жібі мықтырақ, Alize Softy сәл жұмсақ болады, үзіліп кетуі мүмкін. Ақырын тартасыздар. Енді бұл жерде мынау көтерген жер бар ғой, сол жерден бекіту жасаймыз. Жоғары қарай біреу, екеу, екі көше жоғары көтереміз. Тура осы жерден тағы да бір баған тоқитын боламыз. Сонда бір тесіктен, мына жерден екі бір орамды баған тоқылған болып саналады. Әрбір мына аралықта, қарасаңыздар, әрбір аралықта екі баған тоқитын боламыз. Орамды бағаннан екіден тоқимыз міне. Біріншісі тоқылды, міне мынау екіншісі міне. Біреу тоқыдық, тура осы жерден екеу тоқимыз. Тағы да міне. Біреу тоқыдық, тура осы жерден екіншіні тоқимыз. Келесі жанына, міне жанында тағы да. Екеу. Біреу. Екеу. Әрбір ара қашықтықтан екі бағанның ортасынан, бағана 12 тоқыған,
12 баған тоқамыз. Әр бағанның ара қашықтығына 2 баған тоқимыз. Сонда бізде барлығы екінші қатарда барлығы бізде 24 баған шығу керек. Қазір болғаннан кейін әр қатарда санап отырыңыздар. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Мына жерде міне менде қателік кетіпті. Әрбір ара қашықтыққа 2 баған тоқуды ұмытпаймыз. Ал қазір санайық міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Дұрыс шығады міне. Мына жерде 23 және 24. Мынау ара қашықтыққа міне біреу екеуге осы жерге міне қарасаңыздар, міне осылай бекітеміз, бекіту жасаймыз. Бекіту жасадық. Енді жоғары қарай. Біреу, екеу. Жоғары қарай көтереміз. Бұл жерден, тура осы жерден тағы да бір баған тоқимыз. Міне өстіп, орамды баған тоқыдық. Енді бұл жерде, бұл қатар, үшінші қатардың ерекшелігі. Келесі жанындағы көшеден, міне тұрған ара қашықтықтан, бір орамды баған ғана тоқимыз. Біреу ғана тоқимыз. Одан кейін келесіге 2 баған тоқитын боламыз. Сонда байқасаңыздар, әрбір міне V-образный болып тұр ғой, екеу тоқыдық қой бағана, міне екеу тоқыдық. Сол екеу тоқығанның ортасына тағы да мына екеу келіп тоқылатын болады. Ал мына екеуінің ара қашықтығына міне біреу тоқылатын болады. Біреу. Мына жерде міне латынша бізде мынандай В деп жазылады, былай В. Осы В сияқты болып тұрған мына жерге, міне В ұқсап тұр, осы жерге әрқашан екеу тоқылады. Ал мына екеуінің арасындағы ара қашықтыққа мына жерге біреу тоқылады. Осылайынан айналдырып соңына дейін тоқимыз. Екеу, біреу, екеу, біреу, екеу, біреу. Соңына дейін өздеріңіз тоқи аласыздар деген ойдамын. Әрбір біреуден кейін, мына жерде жаңа сіздер көрсеткен жерім боялып қалды. Әрбір біреуден кейін, 2, біреу, 2, біреу деп тоқыдық. Барлығы менде 37 шықты. Барлық баған. Енді мына жерден қарасаңыздар, көтерген жер, сол екі ортадағы мына жерге бекіту жасаймыз. Сонымен бізде үшінші қатар тоқылды.
Енді жоғары қарай біреу, екеу тоқыдық. Тура осы жерге тағы да екі баған тоқылады, бір баған тоқылады. Жаңағы көтерген екі көшені қосқанда бұл бізде бір баған болып саналады. Сонда бір жерде екі баған, бұл екеуі қатар тұрған екеу екі баған болып саналады. Енді екі ортадағы міне келесіге бір баған тоқимыз. Оның жанындағы арақашықтыққа тағы да бір баған тоқимыз. Одан кейінгі міне жерде, тұр міне. Жаңа тағы да көрсеттім. В образный, В сияқты болып тұр ғой, екеу бірге. Міне қарасаңыздар анықтап бір жерден шығып тұр, екеуі. Міне мынандай. Сол жерге тағы да екі баған тоқимыз. Орамды бағаннан екеу тоқимыз. Екіншісін тоқыдым. Екі бір-бірден міне арақашықтыққа біреу тоқыдық. Оның жанындағы тағы да біреу тоқимыз. Келесі мына жерге екеу тоқимыз. Біреу тоқыдық. Мына жерге үшіншісін бір тесіктен екі баған тоқимыз. Тоқыдық, Енді бір-бір бағаннан тоқимыз. Әр тесікке бір баған. Бір баған, екі баған. Мына жерге үшіншісіне екі баған тоқимыз. Бір баған, екі баған. Екі бағаннан кейін міне мына жерге бір баған, мына жерге бір баған, мына жерге екі баған. Сонда бір баған тоқылды. Оның жанындағыға бір баған тоқылады. Оның жанындағы екеу тоқылады. Екеу тоқылады. Осылайынан соңына дейін тоқитын боламыз. Бір-бір бағаннан тоқыдық екі рет. Енді екі баған тоқыдық. Осылайынан соңына дейін тоқимыз. Міне аяқтадық. Және бекіттік. Біреу, екеу жоғарыға көтереміз. Тура осы жерден тағы да бір баған көтереміз. Міне. Енді келесі. Оның жанынан бір баған көтереміз. Оның жанынан екінші баған көтереміз. Оның жанынан үшінші баған көтереміз. Әрбір арақашықтыққа бір-бір бағаннан тоқимыз. Енді біреу, екеу, үшеу бір-бір бағаннан тоқыдық. Төртіншіге бір тесіктен екі баған тоқитын боламыз. Бұл міне мына жердегі В образный, міне бір тесіктен екеу шыққан жер. Сол жерден екі баған тоқимыз. Мына жерге. Келесі міне бір баған, оның жанындағыдан тағы да бір баған, оның жанындағыдан тағы да бір баған, оның жанындағы міне В сияқты болып тұрған латын тілінде, міне мынандайға ол жерге
2 баған тоқитын боламыз. Мен жай ғана баған деп айтам. Орамды баған екені түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Міне 1, 2, 3, ал 4-шісіне келген кезде бұл жерге 2 баған тоқитын боламыз. Осылай тоқимыз. Оның жандағы бір тесіктен бір баған, оның жандағы бір тесіктен бір баған, оның жандағы бір тесіктен бір баған, сонда 3, бір бағаннан 3 ара қашықтыққа, бір бағаннан 4-ші ара қашықтыққа келген кезде бұл жерден 2 баған тоқитын боламыз. Бір тесіктен 2 баған тоқылып жатыр бізде. Осылайынан айналдырып соңына дейін тоқимыз. 5-ші қатарды аяқтадық. Бұл жерге де осылай бекіту жасаймыз. Бұл қатарда бізде 60 баған болды. Әрбір үшеуден кейін бір тесікке 2 баған, әрбір үшеуден кейін бір тесікке 2 баған тоқып отырдық. Енді жоғары қарай 2 баған көтере, 2 көзше жоғары қарай көтереміз. Орам жасап, орамды баған тура осы жерден орамды баған тоқимыз. Келесі ара қашықтыққа бір баған тоқимыз. Оның жанындағы ара қашықтыққа 2-ші баған тоқимыз. Оның жанындағы ара қашықтыққа 3-ші баған тоқимыз, бір баған, Оның жанындағы ара қашықтыққа 4-ші баған тоқимыз. Ал 5-шіге, міне 5-ші бізде бір тесіктен 2 шығып тұрған. Алдыңғы қосымша қосқан жерімде. Осы жерге тағы да бір тесіктен 2 баған тоқитын боламыз. Келесі міне бір тесікке 1, оның жанындағы тағы да 1, оның жанындағы тағы да 1, оның жанындағы тағы да 1. Әрбір 4-еуден кейін 1, 2, 3, 4, бір бағаннан 4 тоқылып тұр. Әрбір 4 бағаннан кейін бір тесіктен 2 баған тоқып, баған қосып отыратын боламыз. Енді ары қарай міне бір тесікке бір баған, 2-ші тесікке тағы да бір баған, оның жанындағы тесікке, 3-ші тесікке бір баған, 4-ші тесікке бір баған тоқыдық. Ал 5-шіге 2 баған тоқимыз. Осылайынан айналдыра тоқи береміз. Мына ара қашықтық бағана айттық қой, донышқа деп, Бұл донышқа деген осымыз ғой, осы төбеміз, тура төбесі, Осы жер 10 болғанға дейін осылайынан тоқимыз. Қазір міне әрбір 4-ден кейін 5-шіні 2-ден жасасақ, келесі қатарда әрбір 6-дан кейін тағы 2 қосып отырамыз. Міне байқасаңыздар, міне бізде былай ғой. Міне 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Әрбір бағанға міне 2-ден, 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 2-ден птичка сияқты, міне V-образный өстіп тоқыдық. Енді осыларға міне біреуге біреу, мына 2 аралыққа біреу, мына жерге біреу, 2, мына аралыққа біреу, мына жерге тағы да 2, мына аралыққа біреу, мына жерге біреу, 2, мына аралыққа біреу, мына жерге 2, мына 2-нің аралығына біреу. Осылайынан біз тоқып отырмыз.
қосып отырмыз. Осылайынан қосып отырмыз. Енді келесіге, мысалы үшін, келесіге тағы да былай міне. Енді бұл жерде екі аралық тұр. Міне бір аралық, міне бір аралық тұр. Осы жерге міне біреу, екеу. Екі бір-бір бағаннан тоқыдық. Мына жерге тағы да екі баған. Мына жерде міне бір аралық, екі аралық. Міне бір, екі. Содан кейін былай. Мына жерде міне тағы да екі аралық тұр. Осы жерге бір, екі. Бір-бір бағаннан тоқыдық. Міне осылайынан жалғасып кетіп отыр бізде. Мына тоқып жатқанымыз осылай тоқып жатырмыз. Әрбір міне қарасаңыздар, міне бағана мен белгілеген сиам қалып қойдым. Міне 1 В образный, 2 В образный, 3 В образный, 4 В образный, 5 В образный. Міне, осылай өздеріңіз тоқсаңыздар байқайсыздар. Осылайынан тура осы жерге келеді. Сол 6-шы қазір бұл бізде 6-шы қатар тоқып жатырмыз. Осылайынан соңына дейін өздеріңіз тоқи аласыздар деген ойдамын. Сосын мына жерге кеп бекітеміз. Тағы да жоғары қарай екі көзше жоғары көтереміз де ары қарай жалғастырамыз. 6-шы қатарды аяқтадық. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-шы қатарды аяқтадық. 6-шы қатарда менде барлығы, міне бекіту жасадым. Барлығы менде 72 баған. Санап шықтым, 72 баған шықты. Біреу, екеу жоғарыға көтереміз. Донышқа менде 13-те 8 шығу керек. Енді мен оны 14 қып алдым. 14, не болмаса 13-те 8. Не менде қазір қарасаңыздар, мен мына жерде 12 деп тұр. 12-ден сәл асады. 12 жарым ба сондай болады. Тағы бір қатар тоқысам, осылайынан көбейту арқылы, қосу арқылы 14 сантиметр шығады. Тағы бір қатар тоқиық. Бұл қатарда енді жаңа әрбір төртеу сайын, 4 бесіншісін, бесінші бағанды біз бір көшеге, мысалы үшін, мына жерде екеуден қосып отырғанбыз, екеу тоқу арқылы. Енді бесеу аралық, бесеу болады. Қазір көреміз. Тоқу барысында көресіздер. Жаңа көтерген жерден, тура сол жерден тағы да бір баған тоқимыз. Енді оның жанындағыдан бір баған тоқимыз. Оның тура жанынан тағы да бір баған тоқимыз. Оның жанындағыдан тағы да бір баған тоқимыз. Міне оның жанынан тағы да бір баған тоқимыз. Мына жерден тағы да бір баған тоқимыз. Бұл аралықтарға бір-бір бағаннан тоқимыз. Мына жерде екі баған, ең бірінші бастаған жерде. Қалғаны 1, 2, 3, 4, 5. 5 бір-бір бағаннан тоқыдық, қатарынан 5 баған тоқыдық. Енді мына жерде 6-шы тұр, бұл жерде міне байқасаңыздар, міне V-образный, бұл жерде міне бір тесіктен екеу шығып тұр. Осы жерге тағы да екеу тоқитын боламыз. Біреу және екеу. Болды. Енді қалған аралықтарға мынау аралықтарға бесеу тоқимыз. Бір-бір бағаннан. Жанынан. Біреу тоқыдық, мынау екінші. Мынау. Оның жанынан үшінші. Оның жанынан төртінші. Оның жанынан бесінші тоқимыз. Ал алтыншыны біз бір тесікке екі баған тоқимыз. Біреу және екеу. Ары қарай бірін жанынан бірі 5 баған тоқимыз. Одан кейін бір тесіктен екеу. Осылайынан айналдырам. Соңына дейін өздеріңіз тоқи аласыздар деген ойдамын. 7 қатар тоқыдық. 7 қатардың байқасаңыздар, біз бірінші қатарын
бірінші қатарда 12 баған тоқыдық, иә? Міне. Одан кейін 24 баған, әрбір қатарға 12 бағаннан қосып отырдық. Байқасаңыздар, міне санына 12, 24, 37, 48 біз қосып отырдық. Бағана көрсеттім, иә, сіздерге. Әрбір бірінші 12, одан кейін әрбіреуден кейін, әрбір бағанға 2-ден, одан кейін бір баған сайын 2-ден тоқып қосып отырдық. Енді 7-ші қатарды тоқыдық. Менде бар жоғы 84 баған шықты. Сіздерде де 80 тура осылай тоқсаңыздар 84 баған шығады. Осы 84 бағанды енді біз бірден ары қарай іштеме қоспай тоқып кетсек, бізде төртбұрыш бас киім пайда болады, иә? Сондай төртбұрыш болмас үшін, сондай төртбұрыш болып қалмас үшін біз аздап қосып, енді 12-ден емес, 12-нің жартысын аламыз. Сонда 6 баған, е? Барлығы бізде осы бір әрбір қатарда, мысалы үшін, мына жерде 12 баған қосылып отырды, мына жерде 12 баған. Енді міне 7 қатарға келдік. 84 баған болды барлық. Енді бізге ақырындап қосу керек болады. 8-ші және 9-ші қатарда 6 бағаннан қосатын боламыз. Ол 12-нің тең жартысы, е? Оны қосу үшін біз 84-ті 6-ға бөлеміз. Сонда 14 шығады, е, бізде. Міне, қазір біз тоқимыз. Міне, жоғары қарай міне бекіту жасадық. Осы жерден бірінші қосуымыз деп санайық, е? Міне, тоқыдық. Енді 14 санаймыз. Жаңылмай санап отырамыз. Жаңылмай 14 баған санаймыз, не? Бір баған тоқыдым, е? Міне, жаңа 2 баған тоқыдық қой, қосқан жерден, бекіткен жерден. Содан кейін оның жанындағыдан бір баған тоқимыз. Оның жанындағыдан тағы да бір баған тоқимыз. Оның жанындағыдан тағы да бір баған тоқимыз, де? Осылайынан 14 баған санаймыз. Әр тесікке бір бағаннан 14 рет тоқимыз. Әрбір 14-тен кейін бір тесікке 2 тоқитын боламыз. Міне, санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Міне, осы 13, әрбір 14 дедік қой жаңа. Осы міне 14-шіге 2 тоқимыз. 2 тоқимыз. Енді ары қарай. Тағы да 14 тоқимыз. Санап отырып 14 тоқимыз. Сол 14-шіге 2 баған тоқитын боламыз. Сонда барлығы бізде 6 рет 6 баған қосылады бізде. Осы бір қатарда 6 баған қосылады. Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9. 10. 11. 11. 12, 13,
13. Енді 14-шіге міне тағы да екеу тоқимыз. Міне біреу тура осы тесікке екеу тоқимыз. Міне екеу тоқыдық. Енді ары қарай 14 тоқимыз. 14-шіге тағы да бір бақан қосамыз. Бір тесіктен екеу тоқимыз. Солайынан айналдыра тоқып, мына жерге келіп, бекіту жасаймыз. Ал келесі қатарда, 9-шы қатарда, жаңа айтылғандай, әрбір 15-ші бағанға біреуден қосылып отырады. Сонда барлығы тағы да 6 баған қосылады. Барлығы бізде сонда 9 қатар тоққанда 96 баған болу керек. 8-ші қатар аяқталды. Бекіту жасаймыз. Бұл жерде санайсыздар. Міне ең бірінші бастаған кезде мен бір бастаған жерден, тағы біреу тоқылғам, бұл жерде екеу болды. Сонда санаймыз мына жерден біреу, ең біріншісіне біреу, екеу, үшеу, міне қараңыздар, төртеу, бесеу, және мына жерден аяқ жағында тағы бір міне алтау. Міне 6, сонда жаңағы айтқан 6 рет қостық. 6 рет бір тесіктен 2 баған жасадық. Мына жерде, мына жерде, мына жерде міне. Ең соңғысы менде, ең соңғы қосу менде міне осы жерде болды. Одан кейінгі 14 тоқылды, 13 тоқылды, жоғары қарай көтердім. Өйткені бізде мына жерде, бастаған жерде екеу тоқылып қойған. Енді бекіту жасадым. Жоғары қарай біреу және екеу. Тура осы жерден тағы да біреу тоқимын. Сонда бұл жер біреу қосып қойдық деген сөз. Енді 15 санаймыз. 2 ара қашықтық 15 дедік, және міне жерде біз бөліп шығарып қойдық, Әрбір 15-шіге екеу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, не жерде міне 15 шығады бізде. Не 15. 15-шіге не байқадыңыздар, бір тесіктен екеу тоқыдық. Тура солай 15 баған тоқимыз. Әрбір көзшеге бір орамды бағаннан тоқитын боламыз. 15 рет. 15-шіге келген кезде бір тесіктен, 15-шіге келгенде бір тесіктен 2 баған тоқимыз. Одан кейін ары қарай тағы да 15 әрбір көзшеге, әрбір аралыққа
бір-бірден не жерге біреу, не жерге біреу, бір-бірден 15 рет тоқимыз. 15-шіге келеміз де сол жерден бір тесіктен 2 баған тоқитын боламыз. Тура жаңағы мына жерде көрсеткенімдей. Ары қарай өздеріңіз тоқи аласыздар деген ойдамын. Бекіту жасаймыз. 9-шы қатардың міне соңғы бағандарын тоқып жатырмын. Мына жерде біреуіне бар сияқты, бірақ бұны тоқымаймыз. Тура осы жерден міне бекіту жасаймыз. Сонда көрінбейді бұл жер. Біреу, екеу жоғары қарай көтереміз де тура осы жерден баған тоқимыз, тағы бір баған. Екеу болады ең басында. Екеу болады бұл жерде. Соңына жаңа келген кезде мен бекіту жасадым ғой. Сол кезде мына тұрғанды тоқмаймыз. Ең соңында не тұр ғой? Мына жерге келеміз да, мына жерден бекіту жасаймыз. Енді ары қарай мына 10-шы қатардан бастап ешқандай қоспаймыз. Әрбір баған аралығына әрбір баған аралығына міне қараңыздар міне. Мына жерден біреу көріне ма? Мына жерден біреу, мына жерден біреу, мына жерден біреу тоқимыз, өстіп тоқып әкеліп, соңына дейін осылай ешқандай қоспаймыз. Соңына келген кезде жаңа айтқандай мына біреуді тастап кетеміз да, осы жерге бекіту жасаймыз. Тура жаңағыдай көрсеткендей екі көше жоғары қарай көтеріп, сол тесіктен тағы бір баған тоқимыз. Солайынан айналдырып тоқи береміз. Бұлайынан бүктейміз. Бұлайынан бүктеп, басынан соңына 16, міне жерде көріп тұрсыздар, 16 сантиметр. Осы жер 16 сантиметрге дейін айналдыра тоқи береміз, бекіту жасаймыз, айналдыра тоқимыз, ешқандай баған қоспаймыз. 96 баған болды ма, соңына дейін 96 баған болып шығу керек. Керекті жерге дейін тоқыдым. Қазір сіздермен өлшейтін боламыз. Құлақ тоқығанға дейін біз әлі екі құлағын тоқимыз ғой. 15 сантиметр қылып алдым. Мына жерде екі аралықты 15 сантиметр қыламыз. 15 сантиметрге дейін тоқимыз. Оны өлшеу үшін екіге бүктейміз, одан кейін тағы бір бүктейміз. Өсті бүктеп алдық. Енді мынау басынан аяқ жағына дейін есептейміз. Сонда бізде 15 сантиметр шықты бізде. 15 сантиметр шетін тағы да жиектеп тоқимыз. Құлағын тоққаннан кейін сол кезде 17 сантиметр болатын болады. Ал енді біз ары қарай құлақты қалай тоқимыз, жауып тұрасын, астыға түсіп тұратын қалай тоқитынын көрсететін болам. Қалай есептейміз, қалай тоқимыз. Ол үшін міне бізде мынау шапка, 96 бізде баған. Осы 96 бағанды біз 5-ке бөлеміз. 19,2 деп алдым. Енді осыны 20 деп 20-ға айналдырам. 19,2 мен ондай баған жасай алмаймын. Сондықтан мен 20 ғып алдым. 20 бағаннан. Міне, ол 20 баған. Міне, екі құлағы дейміз. 20 болады. Мына жақта 20, мына жақта 20 болады. Артқы бөлігін
Мына міне менің белгілеп қойғаным, бұл біздің қосып отырған жеріміз арт жағында. Артқы бөлігі ол жерде 20. Біз енді 5-ке бөлдік қой. 20, 20, 20 деп. Екі құлағы 20, 20-дан болады. Артқы бөлігі де бұл жерде 20 болады. Сол 20-ны артқы жақты 2-ге бөлеміз. Мынау міне біздің қосып отырған жеріміз. Осы жерден қосамыз, арға айналдырамыз, қосамыз, арға бекітіп отырған жеріміз. Енді бұл жердің өзін 20-ны 2-ге бөлеміз. Сонда мына жағы 10 болады, бір жақ жаны, екінші жақ жаны 10 болады. Құлаққа дейінгі екі жақ жаны. Ал енді мына алдыңғы жағы 96-дан 60-ты аламыз. Міне мына 20-ға 20-ны қосамыз, 40, 40-қа 20-ны қосамыз, 60 болады. Сол 60-ты аламыз. Сонда бізде 30 алдыңғы жағында 36 баған қалу керек. Қазір енді тоқу барысында түсінесіздер деген ойдамын. Ол үшін енді біз жаңағы айтқан арт жағынан 10 санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 міне мына жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бұл жерге бір маркер қоямыз. Міне, бір маркер қойдық. Енді қарама-қарсы жағынан 10 санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осы жерге бір маркер қойып қоямыз. Енді 20 санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бұл жерге маркерім жетпеді. Маркердің орнына сіздер егер маркерларыңыз болса маркер, болмаса міне басқа түсті жіп қойып қоюларыңызға болады. Міне бізде мына 20, 20-ға екі аралыққа құлақты жауып тұратындай тоқитын боламыз. Ол үшін біз жаңа бекіткенбіз. Бекіткен жерден бастап былай бекіту жасау арқылы әрбір көшеге бекіту жасау арқылы құлақты тоқитын боламыз. Бұл жерге де міне бекіту жасаймыз. Жоғарыға біреу, екеу, жоғарыға көтереміз. Бекіту жасау арқылы 10 бағанды міне тоқып шықтық. 10 бағанға бекіту жасап шықтық. Енді біз құлағын тоқу керекпіз. Мына жерге келдік. Мен маркерді алып тастадым. Мына жерде 20 баған тоқу керекпіз. Ол үшін бір көше жасаймыз. Жоғарыға көтереміз. Орамды жартылай баған тоқитын боламыз. Міне. Біреу орам жасаймыз. Және крючокта тұрған 3 жіпті бірден өткізіп аламыз. Міне. Жасаймыз. Бірден өткізіп аламыз. Бірден өткізіп аламыз. Осылай маркер тұрған жерді бірге тоқитын боламыз. Осы жерге дейін тоқимыз. 20-шы
бағанды да тоқитын боламыз. Маркерді алдық. Жартылай баған тоқыдық, бір көзше жоғары көтереміз, бұрамыз тоқымамызды. Міне. Тағы бір қатар жартылай баған тоқимыз. Мынау жерге дейін 20 баған тоқимыз. Келесі қатарда қысқартулар жасайтын боламыз. Осылайынан жартылай баған соңына дейін тоқимыз. Екінші қатардың соңы жартылай баған тоқыдық. Бір көзше жоғары көтердік. Тоқымамызды бұрдық. Енді бұл жерде біз қысқарту жасаймыз. Мына жердегі мына біреуді қалтырып кетеміз. Және мына былай бұрсаңыздар, міне өрім тұр, Бұл өрімнен емес, алдыңғы жақта тұрған өрім бар ғой. Міне. Осы өрімнен. Бұл әрқашан оң жағына келгенде тоқылатын нәрсе. Әдемі шығу үшін, міне. Біреулеп алдық. Тура солай, міне. Алдыңғы жақта өрім құсап тұр. Көресіздер өздеріңіз, міне. Осы жерден аламыз да, міне үшеу тұр ғой крючогымда. Сол үшеуін мына бір жіпке, жұмыс жіпке өткізіп аламыз. Міне. Енді жартылай бағандар тоқимыз. Жартылай бағандар мына жерде міне 1, 2, 3. Үшеу қалғанға дейін. Орам жасаймыз. Мына алдыңғы жақтан, өстіп өткізіп аламыз. Орам жасаймыз. Алдыңғы жақтан. Бұл бізде мына узор, өрнегіміз мынаған сәйкес келу үшін. Өстіп, соңында үшеу қалғанға дейін жартылай баған тоқимыз. Міне. Міне. 1, 2, 3, Міне. Жартылай бағандар бізде тоқылды. Енді бізде қысқарту. Міне. Ең басында жасағандай, міне, біреу алдық. Оның жағындағыдан біреу аламыз. Осы үшеуін бір жіпке былай өткіземіз. Мына жердегі міне, одан кейінгі тұрған мына жерді өткіземіз. Бұған іштеме тоқымаймыз. Мына ең шеттегіге жартылай баған тоқимыз. Міне, қарасаңыздар, осылай аламыз да, өстіп жартылай баған тоқимыз. Енді бір көзше жоғары көтердік. Тоқымамызды бұрдық. Орам жасаймыз. Міне. Соңына дейін жартылай баған тоқимыз. Бұл соңғы. Міне. Бір көзше жоғары көтереміз, тағы да қысқарту жасаймыз. Бұл жерге жартылай баған тоқимыз. Бір көзше жоғары көтереміз. Тоқымамызды бұрамыз. Осылайынан соңына дейін жартылай бағандар тоқып шығамыз. Тоқымамызды бұрамыз. Міне енді қарасаңыздар, қиғашталып
Міне. Тағы да қысқарту жасаймыз. Тоқымамызды бұрамыз. Біреу. Екеу. Үшу. Төртеу. Соңғы баған бізде бекіту баған жасай саламыз. Міне 5-шіге келдік. Міне бетемізді бекіту баған жасаймыз. Өстіп аламыз. Мен құлағымыз дайын. Енді қазір екінші жағын тоқимыз. Мынау өң жағы, мынау теріс жағы, міне үш жағы. Мынау міне. Енді қарсы жағын тоқимыз, құлақшаны, құлағын. Мынаны былай жіпті алып тастаймыз. Белгілеген жерімізді алып тастаймыз. Осы жерден жоғары қарай біреу көтереміз. Мына жіпті бірге тоқып кетеміз. Орам жасаймыз. Міне. Міне. Осылайна жартылай бағандар тоқимыз. Мына маркер тұрған жерге дейін жартылай баған тоқимыз. Жоғары қарай бір көшше көтереміз да, тоқымамызды бұрамыз, тағы бір қатар жартылай баған тоқимыз. Кейін тура мына құлақшаны қалай тоқыдым, тура солай қайталап өздеріңіз тоқи аласыздар деген ойдамын. Бір қатар жиектеп шығамыз. Ол жиектегенде біз, менде жібім Alize Lana Gold айтқанмын сіздерге. Көтереміз. Орамсыз бағандармен өстіп осылайнан жиектеп шығамыз. Бұны өздеріңіз жиектей аласыздар деген ойдамын. Өстіп осы жерден соңына, осы жерден бекіту жасаймыз. Және жібімізді қиып тастаймыз. Мына жіптердің бәрін жаңа айтқандай бірге тоқып шығамыз. Мына жіптерді ине жіпке үлкен құлағы бар, инеге өткізіп, арнайы тоқымаға арналған инелер бар ғой, соған өткіземіз де, аударып, ары бері өткізіп, айналдырып, тігіп шығып, жағынан білдірмей, содан кейін бар қиып тастауымызға болады. Мына жіптерді қиып тастауға болады. Мен бұлардың бәрін қиып тастаймын. Міне бізде осындай шапка дайын болды. Менде бұл астарсыз болады. Осымен бас киіміміз дайын. Енді екі құлағы бізде помпон болады. Көздерін және тұмсығын тоқуды келесі бөлімде үйренетін боламыз. Мен соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет.